Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақта қалдықпен бөлуді үйренеміз. Ең бірінші ол үшін біз көбейту таблицасын жақсы білуіміз керек, және оның бөлу жағында жақсы білуіміз керек. Енді мына жерде 364 бөлінген 3. Бірінші былай қараймыз. 3-тің өзі бірінші цифрына қараймыз. 3-тің өзі мына 3-ке жетеді ма? Яғни 3-ке бөлінеді ма? Үлкен ба содан? Или өзіне тең ба? Соны қарауымыз керек. Ол бізде 3 үлкен. Сонда біз 3-тен қайырамыз. Қандай санды 3-ке көбейткенде 3-тің өзі шығады? Ол әрине 1. 1-ді 3-ке көбейтеміз 3. Енді азайтуымыз керек. 3-тен 3-ті азайтамыз 0. Келесі мына 6-ны түсіреміз. 6-ның өзі де 3-ке жетіп тұр. Қандай санды 3-ке көбейткенде 6 шығады? Ол әрине бізде 2. Екі жердегі 3-ім 6. Тағы да азайтамыз 0. Ендігі кезек 4-ке келді. 4-ті түсіреміз. Бұл жерде біз 2-ні берсек 6 болып кетеді. 1-ді береміз. Бір жердегі 3-ім 3. Азайтамыз, бізде не қалды? 1 қалдық. Және осы жерде айтып кететін нәрсе, қалдығымыз мына бөлінетін саннан кіші болу керек. Осы қалдық. Келесі 846-ны 4-ке бөліп көрейік. Міне 8-іміз үлкен сан екен, 4-ке жетіп тұр. 1-ден береміз, 2-ден береміз, 2-ден береміз. Екі жердегі 4-ім міне 8. Азайтамыз 0. Мына 4-ті түсіреміз. Ендігі кезек неден береміз? 1-ден. 1-ді 4-ке көбейтеміз 4. Азайтамыз 0. Енді 6-ны түсіреміз. Келесі. Егер 2-ден беретін болсам 8 болып кетті. Сондықтан тағы да 1-ден берем. 1-ді 4-ке көбейтемін 4. Сонда 6-дан 4-ді азайтатын болсақ, ол жерден 2 шығады. Біздің қалдығымыз 2. Келесі 483 бөлінген 2. Бұл жерде де бізде мына 4 2-ге жетіп тұр. Сондықтан 2-ден берем. Себебі 2-ге 2-ні көбейтсем 4. 4-тен 4-ті азайтам 0. 8-ді түсіремін. Енді 8 болу үшін 2-ні қандай санға көбейтуім керек? Әрине ол бізде 4. 4-ті 2-ге көбейтемін 8. Азайтамын 0. 3-ті түсіремін. Енді бұл жерде 2-ге көбейтсем, екі жердегі 2-ім 4 болып кетіп тұр. Одан кіші сан керек 3. Сонда 1-ге көбейтем. 1-ге 2-ні көбейтсем 2. Бір-бірінен азайтсам 3 пен 2-ні, ол 1. Қалдық бұл жерде тағы да 1 болып тұр. Енді балалар, мына есептерді өздерің үйде шығарып көріңдер. Мен мына жерде қалдықсыз бөлінетін бір санды көрсеткім келіп тұр. Бірінші, мына жерде 685 5-ке қалай бөлінеді? Бірінші 1-ден берейін. Себебі 1-ді 5-ке көбейтсем 5. 6-дан 5-ті азайтамын, 1 қалып қойды. Мұна жақтағындай 0 болып тұрған жоқ, бұл жерде 1 қалып қойды. Енді келесі 8-ді түсіруім керек жанына. Өткені 1-дің өзі 5-ке жетпейді, бөлінбейді. Сондықтан үлкен сан болу үшін 8-ді түсіріп тұрмын. 18 болды. Енді көбейту таблицасын, 5-тің көбейту таблицасын еске түсіру керек. Қандай санды 5-ке көбейткен кезде 18-ге жақындау керек, яғни асып кетпеу керек. Әрине ол бізде 3. 3 жердегі 5-ім 15. Азайтамыз, 8-ден 5-ті азайтсам 3, мына жағым 0. Енді 3 деген сан қалды. 3 5-ке тағы да жетпейді. Сондықтан мына 5-ті жанына тағы да түсіремін 35. Енді 5-тің көбейту таблицасында 35 бар. Ол нешеге көбейткенде? 7-ге көбейткенде. 7 жердегі 5-ім 35. Міне. Бұл жерде қалдық қалған жоқ. 0 шығатын болса, ол қалдық жоқ деген сөз. 685-ті 5-ке бөлгенде 137 шығады дейміз. Ал мына жақтағы есептерде, мысалы, 846-ны 4-ке бөлгенде 211 шығады. Қалдығымыз 2. Жақсы балалар, олай болса, мына есептерді
өздерің үйде шығарып көріңдер дәл осылай қылып.